Сәлем достар, осы жолы сырға салу қобдишасының жасалу жолын көрсететін боламын. Қазіргі таңда хит қобдишаны видеоға қарап өз қолдарыңызбен жасап көріңіздер. Және де алдағы уақытта осы қобдишаның көрпесінің тігілу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналға жазылып қойыңыздар. Біздің сәукелеміз жасау үшін осындай екі дөңгелек керек болады. Екеуі де бірдей өлшемде. Және осының шетіні айналдыруға былай екі осындай кардон керек болады. Бізге және үш өлшемдегі поролон, флёр матамыз керек. Енді безендіру үшін бізге осы заттарымыз керек болады. Қазір жұмыс барысында барлығын көрсететін боламын. Сәукелеміздің жоғары жағын күтеп тұратын осындай қағазымыз сызып алу жолын көрсететін боламын. Бұл жоғары жағы бұлай тұратын болады. Қазір өлшеп сызып көрсетемін А4 қағазына. Бізде 20 сантиметр керек бізге. Осылай екі жағынан сызып өлшеп аламыз. 20. Сосын бұлай мына бұрышынан қойып бірді. Осылай 20-ны белгілеп сызып аламыз дөңгелек қылып. Бізге бұл үлгі ретінде, бірақ біз қатты кардонға неғып аламыз сызып. Бізге қатты кардон керек. Мына жарамайды, жұмсақ бұл. Формасын ұстамайды ол. Енді біз бастайтын боламыз жұмысымызды. Ыстық клеймен жабыстырып шығамыз матамызды. Клейліп болдық. Міне осылай шықты. Бұл астыңғы бөлігі. Енді осылай былай кардонымызды қою үшін ең бірінші майыстырып бастаймыз. Майыстыратын боламыз. Біз кардонымызды майыстырып болдық. Енді осы жерге қоятын боламын. Қарап тұрсаңыздар, маған жетпей жүріп тұрған жері бар. Осы жерге келесі екінші кардонның керек өлшеміні ғана алатын боламын. Ал қалғаны маған керек емес. Сіздердікі жетіп тұрса, түгел де қоюыңызға болады. Енді осы жерден кесіп алып, ыстық клеймен жабыстыратын боламын. Кардонымыздың өлшемін шығарып алдық. Үш өлшемдегі поролонды жабыстырып бастайтын боламыз. Ең бірінші, ең кішкентайдан бастаймыз. Осылай. Сосын барып екінші, сосын барып үшінші үлкенін жабыстырамыз. Екеуін жабыстырып шықтық. Енді ең соңғы поролонымызды жабыстыратын кезде былай майыстырып отырып жабыстырамыз.
клейімізді жағамыз. Поролонымызды жапсырып болдық. Міне осылай шықты. Осы жерге клей жағып жапсыратын боламыз. Сол кезде сәукеленің домалақ пішіні шығатын болады. Сәукелеміздің бір бөлігіні клейлеп жабыстырып дайындап алдық. Енді бізге блер матасы керек. Матамыздың ені 20 сантиметр. Ал ұзындығы 62 сантиметр. Осы матамызды қазір бізге ортасы керек. Ортасын белгілеп аламыз. Мына екі шеті ұстап тұрып, ортасын белгілейміз. Мынау асты жағы, астыңғы бөлік. Енді мына жағын тартып былай қазір жабыстырамыз ғой. Сол жабыстырмас бұрын осылай ұстап тұрып, мына ортаңғы бөлік керек бізге. Осы оюды жабыстыру үшін. Осылай тұру үшін. Бізге ортасын белгілеп алып, инеміз қайда? Қазір. Инемен ұстатып қоямыз. Сосын барып, үтікпен үтіктеп жабыстыратын боламыз. Оюымыздың клейі бар өзі. Үтіктеген кезде жабысып қалады. Алдымен осы оюымызды жабыстырып алып, сосын барып, екі жағыны машинамен тігетін боламыз. Тігін машинамен. Осы жерін. Міне екеуін қосып біріктіріп тігіп алдық. Оюымызды да жабыстырып алдық. Енді мына артыңғы бөлікті мынадағы артыңғы бөлікке келтіріп кигізетін боламыз. Матамызды алған кезде, кигізген кезде түгіне қараймыз, түгі төменге қарап жатып тұру керек. Енді бұны да ыстық клеймен жабыстыратын боламыз. Мынау бізде жоғарғы жағы болып есептеледі. Мынау астыңғы жағы. Астыңғы жағынан клейлейміз. Қыздар, астыңғы бөлігін жабыстырып болдық, міне. Енді жоғарғы жағыны былай міне. Тартып отырып, осы жерге клейлейтін боламыз оны да. Дәл осылай. Міне. Тартып отырып клейлейміз.
Жабыстырып алдық, қыздар. Енді келесі астыңғы бөлігін клеймен жабыстыратын боламыз. Ендігі кезекте, қыздар, үстіңгі бөлігін жасайтын боламыз. Қазір размерін айтам. Бізде матамыз 26 сантиметр, картон дөңгелегіміз 15 сантиметр. Біз ине жіппен тарттырып тігетін боламыз. Бұлай тұрады ғой, бұлай жиналып. Соны жасаймыз қазір. Бізде осылай болып шықты. Міне, үстіңгі бөлігі. Қазір мына үстіңгі бөлігін жасайтын боламыз. Қатты қағаз болғандықтан алдымен майыстырамыз. Бұлай формасын келтіру үшін. Степлердің көмегімен қозғалмайтындай қылып жабыстырып тастаймыз. Енді клейлеп алдық, қыздар. Матасын жабыстыратын боламыз. Матасын дәл солай қойып, мына жерге ыстық клейіміз жағамыз. Сосын барып матамызды бұлай жабыстыратын боламыз. Ал мына жағына 1 сантиметрдей қалдырамыз. Ішіне қайырып жабыстыру үшін. Так, жабыстырамыз, қыздар. Матамыз артық болып жатса, еліп тастаймыз. Дайын болды, жабыстырып болдық. Енді үкімізді тағатын боламыз. Ол үшін ұшынан кішкене қайшымен қиып тастаймыз.
Үкімізді клейлеп тағып алдық. Ендігі оюымызды жапсыратын боламыз. Ол үшін біз алдын белгілеп аламыз. Мынау бізде арты, алдына қоямыз. Қыздар, біздің клейлегеніміз видеоға түспей қалыпты. Сол үшін айта кетейін, осы жеріне клейменен, ыстық клеймен жапсырып шығатын боламыз. Бәрі түсінікті деп ойлаймын. Қыздар, келесі кезекте біз моншағымызды осылай клейлеп шығатын боламыз. Және де артыңғы бөлігіне де моншақ жапсыратын боламыз осылай. Енді кезекте түбін жауып қоятындай матамызды жапсырып шығамыз. Енді арқанымызды алып, екеуінің біріккен жеріне жапсыратын боламыз. Осылай. Сосын барып астыңғы бөлігіне жапсырамыз. Міне қыздар, жапсырып болдық. Біздің сырға салу қобдишамыз да дайын болды. Екі жағын жапсырғанда осылай шықты.